Мына қадірменді ағайын, ащысымды қосып айтайын. Мынау бір той бастап жатырмын. Осындай қарияларды сыйламай, осылай өлең айтып жатқан кезде, ей тамада, сен неге тосты соз жібердің дейді. Бұл кісілер бүгін міне өлең айтып жатыр. Ертең естелік болып қалады бұның бәрі, қадірменді ағайын. Бұның бәрі көңіл. Мынау қадірменді ағайын, ер азамат бақтан мінген жігіттің аты жүйрік дейді. Қатын сыйлаған елдің еңсесі биік дейді. Қарттарымыз әрдайым сыйлап жүрейік, қадірменді ағайын. Ендеше жақсы тірек жалғасын деп, өмір атанбай ешкім жетпейді. Бұл кісінің үйінен той томалақ кетпейді. Телевидениеға жұмысқа тұрам деушілер болса, өмір атамыздың сөзін сөйлемесе өтпейді деп білдім. Осымен шағылағын қойсаңыздар. Енді құрметті көпшілік, мына әкелі балалы Жантаспен Бағдәулетпен біраз танысым береді. Мына облыста ең танымал асабалар. Соны пайдаланып, 2 минут регламент созайын. Таныстар Бағдәулет. Анау адам келіншек алғанша өмір сүреді екен, ары қарай бәрін естелік. Менде қазір адам немереме арнап бірдемелер жазып қоямын, сондай есіме түсірдім. Бала кезімдегі ең алғасында кенже әпкем келін болып түскен. Апам әйтеуір сүрініп қабынып ойбай құдашаны әкеліп қойыпты, мөлеу қайрым деп сүрініп қабып кеткен. Одан кейінгі тағы бір естелік, есіктің алдынан, біздің үйді білесіз ғой, қаншешке бір ақ көйлек киген келіншек өтті, қыз ғой, шашын киіп алған, бесен көкемеге өтті. Енді мына жастар үшін естелік. Мына оңтүстік ауылында ең алғаш микрофонмен өлең айтқан сәулелішім. Есіңізде ме? Қазір қайтқанда деген орай, шынжырай көп тойында. Есіңізде? Бірінші рет микрофонмен өлең айтқан өлең. Ал енді мынау өзіміз келсе мынау